Hello again, my dear students. How are you today? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздермен өте қызықты конструкцияны өтетін боламыз. Бұл бізде complex subject. Жалпы ағылшын тілінде complex subject басқа біреудің пікірін, ойын, сөздерін білдіру үшін қолданылады. Және бізге бұл адам кім екені маңызды емес. Демек, бұл кім сөйлейтіні, кім ойлайтыны бізге маңызды болмайды. So, негізгі жасалу жолы қандай? Бұл жерде есімдік қосылған is known, is said және тағы да басқалар. Демек, біз бұл ақпаратты басқа адамдардан алатынымызды және де бұл белгілі бір факт болғанын көрсететін арнайы сөздеріміз қосылған біздің infinitive. For example, she is known to be a talented artist. Ол танымал суретші ретінде әйгілі. Бұл жерде не маңыздысы? Біз басқа адамдардан осы ақпаратты алдық және бұл белгілі бір факт. Демек, ол басқа адамдарға талантты суретші ретінде танымал. Or, the guy is said to speak Chinese fluently. Айтуынша, бұл бала қытайша еркін сөйлейді. Бұл жерде айтуынша, демек бұл ақпаратты басқа адамдар айтып жатыр. Біз бұл ақпаратты қабылдадық және бұл белгілі бір факт. Сондықтан бұл бізде complex subject. Бұл жерде формула бойынша this guy есімдігі қосылған is said. Демек, айтуынша. Бұл бізге басқа адамдардың пікірін, ойын, сөздерін көрсететін сөзіміз қосылған infinitive. To speak Chinese fluently. Or, the team was announced to have left for Canada. Команда Канадаға кетті деп жарияланды. Бұл жерде формула бойынша the team, команда есімдігі, was announced. Жарияланды, қосылған не жарияланды? Біздің infinitive to have left for Canada. Демек, егер біз басқа бір адамның сөзін, ойын, пікірін білдіргіміз келсе, сіздермен complex subject конструкциясын қолданамыз. So, students, complex subject'ın жасалу жолы әлі де түсініксіз болса, ұсынылған суретке назар аударайық. Мысалы, he was said to work a lot. Оның көп жұмыс жасағаны туралы айтылды. Оны кім айтты? Басқа адамдар айтты. Демек, бұл олардың пікірі, ойы, сөзі. Сондықтан бұл бізде complex subject. Ұсынылған суретке қарасаңыздар, егер бізде was seen to, was said to, was heard to, was supposed to және тағы да басқалар сөздеріміз болса, онда бұл бізде complex subject болады. Демек, осы тізімдегі сөздер бізге нені көрсетеді? Олар біздің естуіміз бойынша белгілі бір фактіні көрсетеді. Сондықтан бұл бізде complex subject. So guys, тағы бірнеше мысалды қарастырайық. For example, she is known to be a famous singer. Ол әйгілі әнші екені белгілі. Бұл жердегі is known to сөздері бізге бұл сөйлем complex subject екенін көрсетеді. Or, she seems to speak English. Ол ағылшын тілінде сөйлейтін сияқты. Бұл жердегі is seems to бұл сөйлем complex subject екенін көрсетеді. So guys, let's give one more example. Тағы бір мысал қарастырайық. He is supposed to be a very good actor. Оны жақсы актер дейді. Демек, басқа адамдардың пікірі бойынша ол жақсы актер. Жасалу формуласы бойынша he есімдігі қосылған is supposed to қосылған бізге қандай ақпарат белгілі? That she is a very good actor. Оның өте жақсы актер екені. So guys, демек, complex subject бізде қашан қолданылады? Басқа бір адамның ойын, пікірін, сөздерін білдіру үшін қолданамыз.
Өткен сабақта өтілген complex object пен complex subject'ın негізгі айырмашылығы неде? Complex object бізде қашан қолданылады? Егер біз басқа бір адамның бір жерде болғанын немесе бірдеңе жасағанын қаласақ, қолданамыз. Ал complex subject бұл бізде басқа бір адамның пікірін, ойын, сөзін жеткізу үшін қолданылады. So guys, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге өте қызықты және пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақта көріскенше. Goodbye, see you soon.